Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін балалардың бір тістеп қалдырып кеткен алмаларынан дәл осындай ерекше бисконти жасайтын боламыз. Ол үшін алдымен жақсылап тазалап алған алмаларымызды күштен өткізіп, табаға салатын боламыз. Толық рецепті астына қалдыратын боламын. Одан кейін 2 ас қасық қантымызды, 1 ас қасық сары майды салып, отқа қойып 6-7 минутта пісіріп алатын боламыз. Алмамыз піскенге дейін қамырын дайындайтын боламыз. Қамырын дайындау үшін керек заттардың барлығы толық астында. Ұнымызға қопсықышты салып жақсылап араластырып алдым. Одан кейін бір жұмыртқамызға сүтімді, қантымызды саламыз. Одан кейін шым-шым тұзды салдым. Одан кейін ертілген сары майымды құйып, жақсылап араластырып алдым. Одан кейін електен өткізілген ұнымды салып, бірінші венчиктің көмегімен, одан кейін қолыммен жұп-жұмсақ етіп қамыр дайындап алдым. Бізде дәл осындай жұп-жұмсақ қамыр дайын болды. Енді қамырымды 5 минутқа тындыруға қойып қойдым. 5 минуттан кейін қамырымызды жайып бастаймыз. Дәл осылай қамырымызды оқтаудың көмегімен жұқа етіп жайып шығамыз. Одан кейін ортасынан дәл осылай бірнеше бөліктерге бөліп шықтым. Әдемілік үшін осылай барлық бас жақтарын осылай бөліп шықтым. Бұлай кеспесеңіздер де болады, кессеңіздер де болады, өз қалауларыңыз бойынша. Одан кейін алмамызды шай қасықпен осылай бір қасықтан салып шығатын боламыз. Қатты жапсырудың керегі жоқ, жай ғана бос етіп орасаңыздар да болады. Дәл осылай барлығын орап шықтым. Одан кейін табамызға перманент қағазын төсеп, 180 градуста 15-20 минутта пісіріп алатын боламыз. Шаймен ішкенге өте керемет болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Әлі де алдыда талай пайдалы ақпараттар салатын боламын. Сондықтан мені жоғалтып алмау үшін каналыма тіркеліп алыңыздар. Осылай бетіне сахарный пудраны сеуіп қойдым. Өте дәмді, ерекше болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, сау болыңыздар.